Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Меновазин әр отбасының дәрі қобдишасында бар, бірақ оны қалай дұрыс пайдалану керектігін көбі біле бермейді. Сондықтан кез келген дәріханадан табылатын, бәріне қолжетімді бағадағы дәріні қалай қолдану керек туралы пайдалы кеңестер ұсынбақпын. Радикулит кезінде мойынды, желке тұсын, омыртқаны майлаңыз. Бұл дертіңізді айтарлықтай жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлай отырып, буындардағы тұздардың шөгуін толық емдеуге болады. Жүрек ауырғанда, бас ауырғанда, тіс мазаласа, құлақтың айналасын күніне 2 рет майлау керек. Аяқтарыңыз ауырып, мүлдем көтере алмайтындай болсаңыз, күніне бір мезгіл табан мен тізелеріңізді майлаңыз. Нәтижесі керемет болады. Меновазин құлақ ішіндегі құлықты тоқтатып, ауырсынуды және қабынуды жояды. Егер бас ауруы мазалап жүрген болса, меновазинді шекеңіз бен самайыңызға жағыңыз. Әсері бірден байқалады. Сүт безінде ауырсынуды, шаншуды сезсеңіз, ауырған жерді дереу осы препаратпен сүртіңіз. Ауырсыну тез басылып, қабыну жойылады. Онкологиялық аурулар кезінде қолдануға болмайды. Суық тиіп жөтел мазаласа, денеңізді меновазинмен сүртіңіз. Арқа мен кеудені аталған препаратпен сылап, кейін бірден жылы киініп, жылы төсекке жатыңыз. 2-3 рет жасау арқылы жөтелден құтылуға болады, және сіз қайта ауырып қалмайтын боласыз. Егер де ангина басталса, дәрігер тағайындаған дәрі-дәрмектерден басқа меновазинмен тамақ аймағын сүртіңіз, жылы оранып жатыңыз. Ал мұрын бітеліп жатса, алдымен бір мұрын тесігін жауып иіскеп, содан кейін басқасын жауып қайталайсыз. Құлақ ауырған кезде мақтаны спиртті ерітіндімен сулап, құлаққа күніне 2 рет 15-20 минутқа жағыңыз. Венаның варикозды кеңеюі кезінде меновазинді пайдалану аяқтағы ауырсыну мен ауырлық сезімін жояды, ісінуді азайтады. Ерітіндіні табаннан жоғары қарай жеңіл қозғалыстармен жағу қажет. Егер сіз ұйқысыздықтан зардап шегетін болсаңыз, меновазиннің спирттік ерітіндісінде мақта тампонын сулап, желкені құлақтан құлаққа дейін сүртіп шығу жеткілікті. Ешқандай ұйықтататын препараттардың көмегінсіз-ақ тыныш ұйықтайсыз. Гайморитте меновазинді ауырсыну белгілері мен ісінуді басу үшін қолданады. Бастапқы симптомдарды, ісіну мен ауырсынуды жою үшін сұйықтықтың аз мөлшерін гаймор қуысына жағып, жеңіл массаж жасау керек. Меновазиннің әрекетін күшейту үшін бұл аймақты жұқа мақтамен жабуға болады, немесе бинт пайдалануға да болады. Әсерді күшейту үшін маңдайға және самайға жағады. Мінекей достар, меновазиннің денсаулыққа қандай пайдасы барын білдіңіздер. Егер де сіздерге осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, қазақ тілді арнаны қолдап кетуіңізді сұраймын. Және де менің алда шығатын пайдалы әрі қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.